Қайран шешем күйінің шығу тарихы. Құрманғазы Орал түрмесінде жатып қалады. Бұл түрменің Орда түрмесінде емес, мықты екенін көріп, Құрманғазы біраз налиды. Бірнеше күн ешкіммен кеңеспей, өзімен өзі болып, қалың уайым теңізіне батады. Бір күні қысқа серуен кезінде Лавочкин деген орыс тұтқынымен танысады. Ол ақ патшаға тілі тигені үшін қамалған орыс жұмысшысы болып шығады. Өзі қазақ арасында көп болыпты. Қазақшаны судай біледі екен. Ол Құрманғазыны жұбатып, көптеген ақыл айтып, өзінің өмірінен біраз сыр шертеді. Екеуі айырылмас дос болып, бір-бірімен кеңесіп, ақылдасып отыратын болады. Құрманғазы Лавочкинге өзінің осы жолға шығардағы басынан кешкен бір әңгімесін айтып береді. Ақпаевтың атарман шабармандары ұстап алып, көк арбаға тіркеп, енді жүрейін деп тұрғанда, шешем Алханың келе жатқанын көрдім. Әлпештеп өсірген анама әлі күнге дейін бір қызмет ете алмай, оны үнемі қауіп қатерде, жоқшылықта ұстап келгенмін. Енді міне көп жылдан соң келгенде тағы да оны пұшайман етіп, кетіп бара жатқаным ойыма түсіп, шыдай алмай, көзімнен бір тамшы жас шығып кетті. Сонда Қайран шешем менің қасыма келіп, мен ұл таптым деп жүрсем, жаман, жасық немекен ғой туғаным. Кімнің алдында көзіңнің жасын шығарып жүрсің, деп жағымнан шапалақпен тартып жіберді. Сонда ғана мен осалдық жасағанымды сездім. Анама күле қарап, қош айтыстым дейді ол. Құрманғазының бұл әңгімесі Лавочкинге үлкен әсер етеді. Ол өзінің шешесінің талай мейірбанды істерін есіне алып, біраз әңгіме айтады. Құрманғазы болса, шешесінің жас кезінде қандай сотқарлығы болса да кешіріп, қандай тентектігі болса да, Сағырбайдан арашалап, қалай да қақпайламай, бір бетке етіп өсіруге тырысқанын, ондай тәрбиенің Құрманғазы өмірінде үлкен рөл атқарғанын күйші қайта есіне түсіріп, небір еркеліктерін көз алдына елестетіп, көрер таңды көзімен атырады. Қатар жатқан Лавочкинде аунақшып, ұйықтай алмай шығады. Ертеңіне Құрманғазы ойланып, толғанып, қолына домбырасын алып, ардақты анасына бір ескерткіш қалдырайын деп күй шертеді. Оны Лавочкинге тартып бергенде, екеуі еріксіз көз жастарын сығып алады. Бірақ өмірдің небір өткел бермес асуларынан, асқар белдерінен тайсалмай өткен қайратты жігіттер тезақ естерін жинап алып, күйді қайта орындап, тыңдап, оның ішінде тек сағыныш қана емес, тегеурінді күш барын, тіпті кең даланы дүрсілдете қашып бара жатқан ат тұяғының сарыны барын байқайды. Содан ақылдаса келіп, күйдің атын Қайран шешем деп атайды. Күй және күйші туралы аңыз әпсаналар кітабынан оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.